болған үй жақтан алдырып мен де ән айтып кетейінші деп келдім сіздерді сағынып. Роза әпкеміздің қашанда ән әлемінде биігі шығар шыңы таусылмасын деген жақсы тілек білдіреміз. Айтайын деп жатқан жаным өзі келе жатыр. Ырыспалаңыздарыңыз. Бар жақсылығың алдынан қайта берсін. Қасыншама қызықты баспаналы жүрген менің мақтан тұтатын сіңілім. Гүлінің өз анамнан. Қысқы көріңіздер. Көзіме түскендерді айтып жатырмын. Бұзып тоғыр бекетін өмір өтпейді аялдамада біздер ғой өтіп кететін өмір өтпейді аялдамада біздер ғой өтіп кететін өлшеуге келмес өмір көлемін кедергі көп қой жолыңда тарихқа жазар тағдыр дегенің өзіңнің ғана қолыңда көңіл қалса да өзеңгі достан үздіксіз бақыт іздеген аялдамада кезегін тосқан жолаушылармыз біз деген. Ал, құрметті азаматтар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ниеттерің қабыл болсын. Әне, Муравит деген алтын азамат отыр деп. Ал бетіңізге мақтайын ал. Бұлай қырылып қала бересің бұлай. Мен нағыз қатты ашықты. Ас болсын айналайын. Жеңше жан, жеңшем. Өскенде мен сіз сияқты болам ше. Сен инстаграмның возможностьсын толық қолданатын ба деп тама 1 минуттық сторис па 1 минут сөйлеп 1 минут до конца треліп өзі өшу керек. Жалғайтынша арасында. Ойбай. Мамасына клубника в шоколаде әкепті ғой, на қыз күн, а? Қызым. Бұлай күшті да есіктің алдынан біреу әкеп тұрады, соны күтіп алады да. Сөйтіп күріштің арқасында күрмек су ішетіп, беріп жүрген адамның арқасында әбден еркелік естиді. Қыжым, бұны кім әкелді? Білмейміз жо жағын. Рената берді, мамаға. Осы Құлпынайдан да тәтті қыз кім? Рената, қараша енді телефонға. Тәттісін-ай. Өз бұл үйге бір адам клубника жібереді өзі. Кім деп ойлайсыздар? Ашайық жегенді қыздар. Ай, 8 март өтті ғой, 9 март өтті, 10 өтті, бүгін 11 ғой, тоқтасаңдар шайналайындар, не ап тоқтай алмай атсыңдар. Тормыздар істемей қаған ба маған келгенде немнеп білемін адамдардың. Шлеймені Гуччимен аптап-қаптап жатқандарыңыз не? Мынандай Гуччи екен. Сор, осыдан 4-5 жыл алдың Гуччидің не екен білмейтін ек қой. Өмір бойы Шардарада өскен Гуччи деген нәрсенің бар екен де білмейтін ек қой біз. Неғып шіле бүйте бересіңдер, ей? Мынау ұзын ремень екен. Мынандай сумка екен. Неғат чегін салып жеріпті. Неғап саласыңдар чегін ұнатпасаңдар, аудар жүресің. Не аласыңдар, ауыстырып аласыңдар деп саласыңдар ме? Мақұл. Бісміллә. Бұндардың этикеткалар ішінде болатын еді ғой.
Қанша дейді ужас. 1.604.700 теңге дейді. Алматын жігіттер қолмен қосып жұлып әкетпесін. Майра, бұл ақшаны маған берсең, бұл ақшаны менің қолыма берсең, айналайын 10 отбасыға 160 мыңнан продукт апарып беретінем ғой, қызау. Я, біз бір салатын кездеріңде ақылдаспайсыңдар, ей? Бұндай нәрсе жараспайды. Бұндай шығармаған ше. Ең қымбат сумкам болды бұл менің енді. Сіздің ең қымбат сумкаңыз қанша теңгелік болып жатыр жалпы? Баласының ішкісі келсе, шешесінің ішкісі келсе, баласының ішкісі келеді деп бір жыртылып жатыр ем. Мынаны мен орамал шығар деп ойлағам. Сөйтсем бұл футболка екен, айналайындар. Мынандай бордовый түсті. Әне, Шардарадан кейін келіншектер моданы білет. Биыл бордовый мода болып жатыр дейді. Ақсыт берген анашым, ақылы мол данасың. Өзіңдей қамқор адамды әлемнен қайдан табамын ба? Сонда бір біледі ғой, 4-ші қатарлар. Нан қараңдар, ужас. Жоқ, түрі әдемі. Просто бұның бағасы ужас болып тұр да. Білмеймін ғой, мама, бұрын кеп көрген дейсіз ба бұндайды мен? Ужас, ужас. Двухсторонный екен. Мама, двухсторонный екен нау. Мына бетінде киеді екенсің, мына бетінде.